Сіздермен құрметті оқушылар, сіздермен бірге номер 29 орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Мұхамбетқалиева Гүлжанат. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дене импульсі және күш импульсі. Оқу мақсатымыз дене импульсі мен күш импульсін ажырату. Айталық, ұшып келе жатқан теннис добы адамға қатты тисе де, оның әсерін ауырсынбайды. Ал қатты екпінмен тепілген футбол добының кездейсоқ тиіп кетуінен әркім сақтанады. Төбешіктен жылдам сырғанап келе жатқан жеңіл арбашаны адам қолымен оңай тоқтата алады. Ал бірақ автомобильді тіпті баяу жүріп келе жатса да тоқтату мүмкін емес. Осындай мысалдар қозғалыстағы дененің оның массасына да, жылдамдығына да байланысты болатын, қандай да бір шамамен сипаттауға болатын деген қорытындыға әкеледі. Импульс бұл гректің сөзі соққы деген мағынаны білдіреді. Дене импульсті дене массасы мен оның қозғалыс жылдамдығының көбейтіндісіне тең шама. Импульсті біз мынадай ағылшынның П деген әріпімен белгілейміз. Ал дене импульсінің өзгерісі ол масса мен дене жылдамдығының өзгерісінің көбейтіндісіне тең шама. Яғни жылдамдықтың өзгерісі деп отырғанымыз бұл бастапқы жылдамдықтың соңғы жылдамдықтан айырмасын айтады. Дене импульсінің халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Яғни масса мен жылдамдықтың көбейтін формуласынан шығып тұр. Масса скалярлық шама, жылдамдық векторлық шама. Дене импульсінің векторының бағыты да жылдамдық векторының бағытымен сәйкес келетін векторлық шама. Яғни импульс бұл векторлық шама болып табылады. Дене импульсін біз дене қозғалысының сандық сипаттамасы деп те айтамыз. Яғни оның кей жағдайда дене импульсінің қозғалыс мөлшері деп те атайды. Ньютонның екінші заңы бойынша бізде F тең m көбейтілген ағ, яғни дене массасы мен үдеудің көбейтіндісіне тең. Бұл жердегі үдеудің негізгі формуласын алатын болсақ, бізде үдеу жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама, яғни v2 минус v1-дің уақытқа қатынасына тең. Бұл формулаға үдеудің өрнегін қоятын болсақ, яғни Ньютонның екінші заңын өзгертіп жазатын болсақ, F тең m көбейтілген v2 минус v1 бөлінген 2 деген формуланы аламыз. Яғни бұл түрленген кезде F көбейтілген T тең болады m көбейтілген v2 азайтылған m көбейтілген v1 деген формуланы аламыз. Келесі күш импульсі. Күш импульсі бұл денеге әсер ететін күш әсер ету уақытының көбейтіндісіне тең шама, яғни F көбейтілген T. Өлшем бірлігі Ньютон көбейтілген секунд. Бұл жерден формуланы түрлендіріп алатын болсақ, уақытты табу үшін дене импульсін біз күшке бөлеміз. Ал күшті табатын болсақ, импульсті уақытқа бөлу арқылы формуланы түрлендіріп шығарсақ болады. Күш импульсі бұл дене импульсінің өзгерісіне тең. Яғни бізде күш импульсі F-тің уақытқа, яғни күштің уақытқа көбейтіндісіне тең болатын болса, дене импульсі m көбейтілген v азайтылған m көбейтілген v0, яғни соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдыққа азайтқанға тең. Осы жерден формуланы түрлендіріп біз аламыз, күш пен уақыттың көбейтіндісі тең болады, дене массасы мен оның қозғалыс жылдамдығының өзгерісінің көбейтіндісіне тең. Бұл Ньютонның екінші заңының импульс түріндегі жазылымы деп аталады. Дене импульсінің кинетикалық энергияның формуласымен байланысы. Кинетикалық энергия бұл дене массасы мен оның жылдамдығының квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама. Ал дене импульсі бізде масса мен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең шама болады. Кинетикалық энергияның орнына m көбейтілген v-ның орнына p-ны апарып қоятын болса, p-ға бөлінген 2 деген бізде формула шығады. Яғни импульс пен жылдамдықтың көбейтіндісінің жартысына тең шама болып шығады. Формуланы түрлендіру арқылы жылдамдықтың орнына импульс бөлінген дене массасы деп алатын болсақ, мына жерде импульсіміздеріміз квадратталады және m өлшектің астына түседі. Сол кезде p квадрат бөлінген 2m деген кинетикалық энергияның формуласы шығады. Осы тақырыпқа байланысты есеп. Бірінші есеп, массасы 700 грамм допты тепкенде футболшы оған 54 км/сағат жылдамдық береді. Тебу мезеті 20 миллисекунд болса, тебу күшін табылды. Ең бірінші біз белгіден жазатын болсақ, бізде бұл жерде беріліп тұрған шамалар массасы 700 граммға тең, жылдамдығы 54 км/сағатқа тең, ал уақытымыз 20 миллисекундқа тең. Табу керек күш F.
Халықаралық біліктер жүйесіне айналдыратын болсақ, 700 граммды біз килограммға айналдырамыз. Ол кезде 4,7 килограммға тең. 54 км сағатты метр секундқа айналдырамыз. Ол бізде 15 метр секундқа тең. Уақытымыз миллисекундты секундқа айналдыратын болсақ, 0,152 секунд болып шығады. Енді шешуі. Біз Ньютонның екінші заңының импульс түрдегі жазылымы туралы жаңа тақырыпта айтқан болатынбыз. Сол формуланы орнына қоятын болсақ, F көбейтілген T бұл бізде масса мен жылдамдықтың көбейтіндісінің өзгерісіне тең. Осы жерде формуламызды түрлендіру арқылы күшті табу үшін массаны жылдамдыққа көбейтіп бағытқа бөлеміз. Аталған шамалардың орнына массаның орнына 0,7 килограммды, жылдамдықтың орнына 15 метр секундты, уақыттың орнына 0,2 секундты қоямыз. Сол кезде күшіміз біздің 525 ньютонға тең болып шығады. Келесі есеп. Массасы 3 килограмм денеге 5 секунд бойы 6 ньютон күш әсер етеді. Бастапқы дене тыныштықта болса, күш әсер еткеннен кейін оның кинетикалық энергиясы қандай болады? Бізге беріліп тұрған шамаларды жазамыз. Бірінші, М тең 3 килограмм, F тең 6 ньютон, T тең 5 секундқа тең. Табу керек бізде 2, яғни кинетикалық энергия бізде белгісіз. Импульс пен кинетикалық энергияға байланысты формуланы қолданамыз бұл жерде. Яғни 2 кинетикалық энергиямыз тең, күш пен оның уақытты көбейтіндісінің квадратын бөлеміз 2 көбейтілген массаға. Берілген шамалардың орнына қоятын болсақ, 6 ньютон көбейтілген 5 секундты квадраттаймыз. Яғни 6-ны 5-ге көбейтсек 30 болады, 30-ның квадраты бізде 900-ге тең. Астында бөлшектің бөлігінде 2 көбейтілген 3 килограмм, бұл бізде 6 килограммға тең. 900-ді 6-ға бөлетін болсақ, 150 шығады. Яғни кинетикалық энергиямыз 150 джоульға тең. Келесі тапсырмамыз learning Atlas платформасындағы жұбымды тап тапсырмасын орындату. Бұл жерде қызылмен беріліп тұрғандар сұрақтар, көкпен беріліп тұрғандар сол сұрақтардың жауаптары. Біз сұрақтың жауабымен сәйкестендіруіміз керек. Ең бірінші, дене массасы мен қозғалыс жылдамдығының көбейтісіне тең шама бізде дене импульсы деп аталады. Осы екі жауапты бір-біріне сәйкестендіреміз. Келесі, дене импульсінің өлшемділігі қандай? Дене импульсінің өлшемділігі килограмм көбейтілген метр бөлінген секундқа тең. Дене импульсінің өзгерісіне тең шама бұл бізде күш импульсы деп аталады. Екі сәйкестендіреміз. Келесі, күш импульсінің өлшемділігі қандай? Бұл бізде ньютон көбейтілген секундқа тең. Импульс гректің қандай сөзінен шыққан? Бұл соққы деген сөзден шыққан. Осылайша learning Atlas платформасында тапсырманы орындаймыз.